Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін қазіргі таңда хит болып жүрген трендтегі клубникалық шоколад пен фиников шоколады рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Алдымен бізге қажетті заттар осындай өте үлкен көлемді отборный финики және де осындай клубникалар қажет болады. Клубникалардың қатты, суы ақпаған, жұмсармаған түрін қолданамыз. Сыртында су аққан, кішкене жұмсарған түрлері ол бізге жарамсыз болып табылады. Енді клубникаларымызды шпажка таяқшаларына қадап шығамыз. Бізге жұмыс істеу барысында қажет болады. Осылай барлық клубникаларымызды орналастырып шығамыз. Сіздер бұл видеоны міндетті түрде көріңіздер. Қазіргі таңда хит болып жүрген рецепттердің бірін сіздерге көрсететін боламын. Құлпынайлардың барлығын шпажка таяқшаларына орналастырып шықтық. Шпажка таяқшасына қадалған клубникаларымызды осылай банкаларға орналастырып қойдық. Енді келесі кезекте финикилерімізді жасайтын боламыз. Алдымен финикимізді алып, пышақтың көмегімен бір бетінен кішкене бөліп, жарып ортасынан арасындағы дәнегін алып тастаймыз. Дәнегін алып тастап, арасына миндаль жаңғағын, түрлі жаңғақтарды қолдануға болады. Егер қонаққа апаратын болсаңыз, сатуға болатын болса, ал егер де мен сияқты өз отбасыларыңызға жасайтын болсаңыздар, салмай қойсаңыздар да болады. Барлық финикилердің арасындағы дәнектерін, яғни сүйектерін осылай алып тастаймыз. Ақырындап абайлап кесіңіздер. Толық кесіліп кетсе, ол жарамсыз болып қалады. Осылай кішкене бір шетін кесіп алып, дәнектерін алып тастаймыз. Шоколадымызды ертіп дайындап қойдық. Осылай шпажканың көмегімен кішкене араластырып аламыз. Сосын шпажка таяқшасындағы клубникаларымызды шоколадқа батырып, яғни малып аламыз. Барлығын осылай шоколадқа батырып шығамыз. Және де видео барысында сіздерге көрсетілмей қапты. Түрлі посыпкаларды қолданамыз бетіне. Осылай грек жаңғағын ұсақталған түрін, яғни вафельный крошка дейді, вафлидің ұнтақталған түрін осылай бетін әсемдеуге керемет болып табылады. Мен осы екеуін қолдандым. Егер сізде үйіңізде қандай посыпка болса, мысалы пончиктердің бетіне себетін майда моншақты посыпкалар кез келген түрі жарайды. Мінекей осылай барлық құлпынайларымызды шоколадқа батырып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдеуге болады. Енді финикиді шоколадқа батырамыз. Жаңа кескен бөлігінің тура тұсынан емес, келесі бетінен шпажканы қадаймыз. Себебі арасы ашылып кетеді. Ақырындап қадап шоколадқа батырып аламыз. Осылай тақтайдың үстіне қатыратын боламыз финикиді. Шоколадқа батырған уақытта бір бағытта батыру қажет. Әр бағытта батырсақ, финикилеріміздің беті кедір-бұдыр болып қалады, бір келкі болып шықпайды. Мінекей бір 15-20 минуттан кейін шпажкадағы құлпынайларымызды алып, осылай капсула дейді, яғни сондайдың ішіне салып, орналастыратын боламыз. Кішкене жапырақтарына аққан шоколадтарды қолымыздың көмегімен алып тастаймыз. Бұл шоколадтың ең бір қасиетті жағы өте таза бельгийский шоколадтан жасалынады. Егер достар бұл рецепттің толық нұсқасын білгіңіз келсе, менің жекеме шығыңыздар. Осы видеоның астында инста парақшамды, номерімді қалдыратын боламын. Қазіргі таңдағы өте хит, ас үйде отырып миллион табыс әкелетін бизнестің бір түрі. Сіздерге видео барысын көрсеттім. Енді сіздер сатуға болмағандықтан үй жағдайында өздеріңізге жеуге болатын болса, кез келген шоколадтың түрін қолдануға болады. Ал мен таза бельгийский, итальянский шоколадты қолдандым. Мінекей дайын болып шықты. Финикилеріміз өте әдемі, керемет. Құлпынайларымыз да бір келкі әдемі болып шыққан.
Енді дастарханымызға ұсына берсек болады. Пышақпен кесіп, арасын толық көрсетейін сіздерге. Мінекей өте әдемі шыққан аралары. Дәмі деген керемет. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге видеоның арасында айтып кеттім. Егер өздеріңізде жасайтын болсаңыздар, дүкендегі кез келген шоколадты қолдана берсеңіздер болады. Егер толық нұсқасын білгіңіз келсе, осы видеоның астында инста парақшамды қалдыратын боламын. Сонда жазуға сіздерге кеңес беремін. Мінекей финикиміз өте әдемі болып шықты.